Ильяс Нұрқияс Төлетбекұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 60 бабына сәйкес Ильясовқа 04.04.2024 жылға Талғар аудандық сотының үкімі бойынша өтелмеген жазаның бөлігін ішінара қосу арқылы түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Тоқтабаев Азамат Маратбекұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 188 бабы 1 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 3 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Тоқтабаев Азаматқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 6 тармағына сәйкес Тоқтабаев Азаматтың 17.10.2024 жылғы Талғар аудандық сотының үкімі бойынша өтелмеген жаза бөлігін ішінара қосу жолымен түпкілікті оған 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Сакиев Равиль Магомедовичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігі, 7-9 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 тармағына сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен түпкілікті Сакиевке 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Шынасыл Абзал Нұрғалиұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігі 1, 7, 9 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 тармағына сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен түпкілікті Шынасылға 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді.